қалай топ болдыңдар? Жалпы менің қызығушылығым былтырғы сыныптың басында басталды. Біздің мектепте робототехника республика бойынша ең дамыған мектептердің бірі. Ал сендерде осы мотивация көзі неде? Қайдан мотивация аласыңдар? Идеяны қайдан таптыңдар осы проект жоба үшін? Осы жылы Панамада болады және сол жаққа. Бәріне сәлем, сендермен бірге бүгін сол подкаст, және де бізде бүгін қонақта мектебіміздің мақтанышы және де үздік робототехниктері, сондай-ақ ВРО 2022-ге жолдама ұтып алған Исмаил мен Жантолы. Бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Керемет. Ал енді ең алғашқы сұрайтын нәрсе ол бізде осы информатика мен программингке қызығушылықтарың қайдан пайда болды және де неден бастадыңдар? Қалай топ болдыңдар? Жалпы менің қызығушылығым былтырғы сыныптың басында басталды. Мен жалпы программингке қызыға бастадым. Алайда сосын сыныптың ортасына қарай Бақытбек мұғалім, біздің жетекші, мені осы робототехника сферасына шақыратын болған, және сол кезде мен Жантолымен бірге осы олимпиадада жұмыс істей бастадым. Жантолы, сен өзің туралы не айта аласың? Мен жалпы робототехника осы ВРО, жалпы информатика ВРО 2022 басталғанда қатты қызығушылық артты. Ал жалпы робототехника сферасы бойынша робототехникадан мен 4-ші сыныптан бері қызыққан, бірақ қазіргіде профессионалда емес. Жантолы Ништан бұрын да әкесімен бірге Нишқа келіп, осы жерде робот құраған, және сол үшін біз топқа шықтық. Жақсы, рахмет. Ал сендерде осы мотивация көзі неде? Қайдан мотивация аласыңдар? Идеяны қайдан таптыңдар осы проект жоба үшін? Жалпы мен бір мотивация дегендей, мен өзімнің отбасымнан ауыстырамын, және менің ойымша, егер мен қазіргі уақыттан үлкен профит алмасам, онда мен өзімнің отбасыммен өткізе алатын уақытты босқа кетіп жатырмын, және сол мен жалпы басты мотивациям. Мотивация демекші, бұл бәрі басталғанда басында жай ғана қызығушылық болды. Одан кейін ары қарай уже көбірек қызығушылықтар пайда болды. Және адамның өзінің ынтасы болса, жалпы кез келген жетістікке жетеді. Ал мотивация көзі ретінде мен жалпы әлемді өзгерткен адамдарға қарап мотивация аламын. Мысалы Стив Джобс, Илон Маск, солар сияқты. Бірақ әрине мотивация бірінші орында ол менің отбасымдағы адамдар. Солар болашақта соларды асыра білейін деп, сол үшін кішкене инженерия саласына қызыға бастадым. Жалпы осы ВРО-ға сендер өтпей тұрып, яғни Қазақстандағы іріктеуден өттіңдер ғой, сол кезде бір қобалжу сезімдері болды ма, немесе қорқыныш сезімдері? Былай айтайық, бізде УТС болды. Қазақша білмеймін қалай. Бізде УТС болды. УТС-та бізде 2 апта күнде дайындады. Мирға әлемдік деңгейге өту үшін. Сол кезде біз іріктеу жүрген республикада 1-ші, 3-ші орын алған командалар арасында кім әлемдік финалға барады деген Қазақстанның атынан. Сол кезде біз жүлдені жеңіп алдық. И уже 2 апта дайындық өткеннен кейін Германияда ешқандай қорқыныш болмады. Біріншіден біз республикалық жарыстарға бардық. Сол жерде біз бірінші орындар ғана іріктеледі деп ойлағанбыз. Сосын бізге ақпарат жеткізді, яғни біз алғашқы топ 3 УТС-қа барады деген.
және біз екінші күні, яғни соңғы күні 4-ші орында тұрдық деп ойладық, және сол үшін өте қатты мұңайып, алайда біз дұрыс санамай өзімізді 4-ші орынға тастадық. Негізі біз 3-ші орынға шығып кетіп УТС-қа кеттік. Исмаилдың қазақша сөйлеген күшті екен. Қазақ тілінде де жолай сөйлеген. Германияға жүлде ұтып алдыңдар ғой, сол кезде Германия ол қандай мемлекет екен? Қазақстаннан бір айырмашылықтары сондай бар ма? Мүмкін адамдары басқандай шығар. Еуропа өзінің Еуропа екенін көрсетеді. Біріншіден, ол транспорттағы айырмашылық. Себебі олардың машиналары негізі барлығы бірдей. Себебі мен ойымша ол адамдарға байланысты. Себебі олар өзіне ыңғайлы көлік таңдап, және барлық машиналар универсал немесе көп, хэтчбэк сияқты машиналар. Жалпы былай қарасақ, қазақтар карьера мен отбасыны бірге алып жүреді. Ал немістерде тек қана карьераға үлкен карьераға көбірек бағытталады. Оған дәлел ретінде, мысалы, жай ғана көшеде жүрсеңіз, Германияның көшелерінде, таза әлем көшелерінде, ол жерде адамдар жұптармен жүреді, бірақ қастарында балалар жоқ. Демек, Көбінде карьера құтылушылыққа карьераға көп бет алады. Ал осы карьера мен отбасы бойынша сұрақ қоя кетейін. Өздеріңіз болашақта карьераны таңдайсыздар ма, әлде отбасыны ма? Негізі біз болашақта білмейміз. Мен ойымша өмірге байланысты. Екеуіне бірге алып жүру керек қой. Дұрыс, келісем. Және де Германия туралы тағы да бір сұрақ. Германияда осы өздеріңізге естелікке деп алып қалған бір сувенир сияқты дүниелер болды ма? Сатып алған, немесе холодильникке жабыстырып қоятын дүниелер. Магнитиктер алды. Немесе жейде алған шығарсыздар. Исмаилдың кофтасын отсылка жасап жатыр. Петровта ешқандай бір сувенир деген болмады. Біз өзімізбен бірге сол жақта өткен олимпиада туралы естеліктер алып кеттік. Естелік ретінде футболка бар, бейджиктер, және осы Франкфуртта алған сувенирлер бар. Өйткені оның бәрі қымбат ар жақта, егер сатып алайық десек, реально сувенир. Сонда бағалары Қазақстаннан қарағанда қымбат, е? Егер сіз теңгеге аудармасаңыз, евромен былай нормально, ал теңгеге аударсаңыз қымбат. Ал енді болды ма? Жалпы сол жақтың бағалары, мен ойымша Германияда тұратын адамдар үшін бұл Қалыпты жағдай. қазіргі біздегі сияқты, алайда біздің Қазақстан экономикасымен салыстырғанда сол жақтың бағалары қымбаттай түседі. Енді олимпиадаға келетін болсақ, олимпиада барысында өздеріңізге жаңа достар таба алдыңыздар ма? Олимпиада барысы өзі қалай өтті? Қызықты болды ма, әлде мүмкін үйге қайтқыларыңыз келген шығар? Негізі олимпиада барысы өте қызықты болды. Біріншіден басқа ұлт өкілдермен, басқа адамдармен сөйлеген, және опыт дейміз ғой, опыт айырбастау жағынан қызықты болды. Басқа адамдармен танысай білу. Жалпы олимпиада барысында көршілес елдің балалармен таныстық, олар көршілер деп бізге сәлем беріп. Олимпиада жалпы өте қызық өтті, себебі интрига дейді ғой. Робот сіздің заездің уақыты келгенде, робот жүргенде сізде қатты қобалжу болады жүректе, себебі уақыт өте аз, сол уақыттың ішінде өте жылдам жұмыс істеу керек, және
мына жүректегі сенімді жоғалтпау керек жеңіске деген. Сол кезде ғана жеңіске жете аласыз. Көп командалар болды, аяғына жетпей уже барлығын тастап жеңіліске бой берген. Иә, өз-өзіне сенімділігін жоғалтқан. командалардың аттарын айтпай қояйын. Жалпы ең қызықтысы ол өзге ұлт өкілдерінің роботтарын қарау, олар оны қалай құрағанын, қалай жұмыс істейтінін. Басқа елдің робототехника мәдениеті ғой. Жалпы былай қарасақ, біз ойлаймыз ғой, Америка, Европа елдері, Германия, Франция, оларда технология қатты дамыған деп, иә. Ал осы робототехника сферасына келген кезде барлығы өзгеше. Білмеймін, өз басым ойлаймын, олардың ата-бабалары жақсы болды техника саласында. Ал енді қазіргі таңда Азия елдері, мемлекеттері робототехника саласында Европадан әлдеқайда мықтырақ, Америкадан. Енді осы Германияда қалып, немесе болашақта Германияға көшу жайлы ойларыңыз бар ма? Сол жақта тұру, немесе жұмыс істеу деген сияқты. Мен ойымша сол жердің білімін Қазақстанға алып келуге болады. Себебі бағана айтып кеткендей, неміс адамдары карьера қудалайды және сол арқылы олардың білім беру сапасы жақсы деген ойдамын. Германияға тек жалпы Еуропа ол демалатын жер емес. Онда тек жұмыс ретінде карьераға бет аударсаңыз баруға болады. Германияда, Еуропа елдерінде жалпы тек жұмыс қана деп ойлаймын, жұмыс бойынша жүру. Отбасы құруға келмейді. Және де сұрақ осы, құпия болмаса болашаққа деген қандай жоспарларыңыз бар? Болашаққа деген Осы программингке байланысты тағы да олимпиада. Келесі олимпиадаларға қатысу. Мысалы, осы біз былтыр қатысқан Вроя 2022 келесі жылы 23-те Панаманы мойындату. Сіздерге тек сәттілік тілеймін. Және де осы біздің мектепте робототехника дамыған деп ойлайсыңдар ма? Біздің мектепте робототехника республика бойынша ең дамыған мектептердің бірі. Ол сол дамыған мектептердің ішіне жалпы Оралдың неші кіреді, Назарбаев зияткерлік мектебі. Және де осы енді ғана шыға бастаған, таныла бастаған Шымкенттің робопарк деген өзі жеке дара мемлекет. Жеке дара мектеп. Осы үш мектеп республикада ең мықты. Енді алдағы уақытта білмедім, қалай болады, мүмкін басқа да мықтылар шығады шығар. Негізі Қазақстан ішінде салыстырғанда біздің мектеп робототехника саласында дамыған. Ол үшін рахметті біз Мирас және Нұрбол атты 12-ші сынып өткен оқушылар. Алдыңғы жылы 12-ші класты бітірді. Және ғаламдық деңгейде салыстырсақ, мен ойымша бізге әлі жұмыс істеу керек. Мирас пен Нұрбол, айта кететін жайт, олар осы біздің мектепті былайша айтқанда жерден аспанға көтерді. Сендер де жерден аспанға көтересіңдер деген ойдамын. Және де осы робототехника бойынша қазір бізде балалар өздерінің қызығушылықтарын көрсетіп жатыр, және осы кіші сынып оқушыларына бір қандай кеңес берер едіңіздер? Жалпы айтқанда бұл жерде робототехника ол көп сөйлейді, ол оңай нәрсе, программа жаздың болды, алды артқа жүрді деген сияқты. На самом деле олай емес. Жалпы робототехник болу үшін алдымен адам психологиялық түрде кез келген қиындыққа төтеп бере білу керек. Стрессоустойчивость дейді ғой. Сол. Себебі робот жүріп жатқан кезде, заезд кезінде
уже бірінші жылдары қатысқан кезде мен өзім білем, бірінші жылдары қатысқан кезде қатты қорқыныш болатын, себебі сен қаншама уақыт жазған программа жасаған нәрсең бір 2 минут ішінде жоқ болып, сен күткен нәтижені көрсетпеуі мүмкін. Алайда басында ешкім бірінші жеңістерге жетпейді. Ал біріншіден бұл навык, опыт, былайша айтқанда. Және осы жылдағы қателіктерді ескеріп, келесі жылға жақсырақ дайындалу керек. Ең бірінші айтарлықтай ол салмақтылық. Себебі сен роботың істемей жатқанда сен одан әрі ашуланып, жынданған адамның ойлау қабілеті нашарлайды. Сол үшін салмақтылық. Екінші, салмақтылық пен сабыр. Екінші орында ешқашан қолды түсірмеу, себебі бұл жерде робототехника саласында көп жағдайлар болады. Мүмкін мен бұған арналған емеспін, немесе бұл менің қолымнан шықпайды деген ойлар, бірақ егер қызығушылық болса, онда қол түсіреді. Былайша айтқанда, бұл біз айтқан жалпы басты қасиеттер адам бұл, робототехник болу үшін. Ал тағы да ішіне қарай кіретін болсақ, ол бірінші орында оперативность дейді, тез жұмыс істей білу керек. Өйткені қараңыз, олимпиада кезінде ешкім олимпиадаға дейін білмейтін тосын сый береді. Яғни сюрприз деп айтады, былайша айтқанда, сол тапсырманы орындаған үшін қосымша балл береді. Және сіз сол тапсырманы өте қысқа уақыт ішінде жасап шығуыңыз керек. 1 сағат ол әрине көп болуы мүмкін, бірақ бір столда көп мемлекет болады, 10 шақтыдай. Әрбірінің өзінің кезегі болады, сіз тосып тұрасыз бір-бірінің кезегін. Бір команда кем дегенде 2-3 минуттай тексере бастайды. Жақсы, енді осы сабырлық, адамгершілік деп айттық, сіздер осы топ арасында, топ ішінде, яғни бір-біріңізге деген қолдаушылық болды ма? Болды. Мен оған қолдадым. Мысалы? Әрине, егер біреу ашуланып немесе бір істейтін шықпай жатса, дұрыс шықпай жатса, онда бір-біріңе қолдау көрсету, ол бірінші орында. Сол үшін команда болып саналасыңдар. Ал бірге жұмыс істеген үшін емес. Команда ол жалпы 2 адам, 2 немесе одан да көп адамның бірге жалпы жұмыс істеу ол. Және бір-біріне көмектеседі. Қолдау білдіру. Команда арасында көптеген қиын кездер болады, бір-бірімен ұрысқау деген сияқты, бірақ оған қарамастан. Жоқ, ондай бізде болған жоқ. Болған жоқ. Ол соны ақылға салу керек, бірінші ашуға бой бермей. Және жарайды, кешірім сұрасақ, бірінші одан кейін ары қарай келесі жұмыстар жасау керек. Онда сіздердің бүгінгі берген жауаптарыңызға және де кеңестеріңізге көп алғысымды білдіремін. Тағы да кездесеміз деген ойдамын. Және де сіздерге тек қана сәттілік. Көп рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, және де бүгінгі біздің подкастымызды тамамдайық.